Сәлем, құрметті достар. Бүгін сіздерге Sharingan жайлы қызықты ақпараттарды айтатын боламын. Видео басталмай тұрып, арнаға тіркеліп, лайк пен пікірді қалдырып кетіңіз. Ендеше кеттік. Sharingan айналмалы көзді көшіру, Учихаруның доджутсуы және жақсартылған геномы техникаларды оңай көшіре алады. Ол Бякуган және Риннеганмен бірге үш ұлы доджутсудың үш ұлы көз техникасы бірі болып саналады. Оның күштері Кагуя Оцуцукидің Ринне Sharingan'нан шыққанымен, жеке доджутсу ретінде оны алғаш рет Индра Оцуцуки оятты. Осы жақсартылған геномның иесі адамдарға қатысты күшті эмоцияларды сезінгенде, олардың миы көзді Sharinganға айналдыру арқылы көз нервіне әсер ететін чакраның белгілі бір түрін шығара бастайды. Дәл осы себепті Sharingan'ды көз жүректің шағылысуы деп те атайды. Жек көрушіліктің қарғысы деп аталатын Учихаруы мұндай эмоциялар жағымсыз эмоциялар тудырады. Анимеде Sharingan'ды алғаннан кейін бірден пайдаланушының қабылдауының жоғарылауы, оның үйлестіруін нормадан тыс қалдыратыны көрсетілген. Бұл оның реакциясының жақсарған уақытына байланысты денесін шамадан тыс жүктей алатындығын көрсетеді. Егер пайдаланушының өзі Sharingan'ды оятқанын түсінсе, содан кейін ол оны еркін қолдана алады. Бастапқыда Sharingan'дардың әрқайсысында тек бір томойы оянған кезде Obito Uchiha, сондай-ақ анимедегі Itachi мен Индра, олар бірден екі томойы алды, ал Хакарума бірден үшеуін алды. Экстремалды жағдайда эмоционалды өсу арқылы Sharingan дами береді. Оның толық жетілуі үшінші томомен аяқталады. Sharingan'ның барлық қабілеттері пайдаланушыға оның алғашқы формасынан бастап қолжетімді, бірақ оны одан әрі дамыту оған осы көздерді игеруге көбірек шеберлік береді. Кез келген басқа доджутсу сияқты Sharingan'ды Учихаруынан шықпайтын адамдарға трансплантациялауға болады. Олар оны өшіре алмайды және оны қолдану шынайы Учихаға қарағанда әлдеқайда көп чакраны қажет етеді. Оны белсендіру үшін чакраның минималды мөлшері қажет. Дәл осы себепті Учиха емес адамдар чакраны үнемдеу үшін Sharingan'ды пайдаланбайды. Бәрі Учихадан шыққан Sharingan'да әлі де белгілі бір дәрежеде байланысты болады. Тіпті оларды әртүрлі пайдаланушыларына иеленсе де, кейде олар үшін бірдей нәрселерді көру мүмкін болады. Қабілеттері Sharingan иесіне екі негізгі қабілет береді: эпифанияның көзі және гипноздың көзі. Бұл қабілеттер белгілі бір көзбен шектелгенімен, Мадара Учиха өзінің толық әлеуетін алу үшін жұп көз қажет екенін атап өтті. Тіпті осы санаттардың ішінде бір-біріне ұқсас бірнеше түрлі қабілеттері бар. Эпифанияның көзі пайдаланушы чакраны көре алады және оның түсіне қарай оның құрамы мен көзін анықтай алады. Осыған байланысты Sharingan Бякуганнан төмен болса да, ол чакраны белгілі бір кедергілері арқылы көре алады. Сонымен қатар оның ағынан талдау арқылы ондағы кедергілерді анықтау, мысалы генжетсудің әсеріне. Пайдаланушы ерінге оқуға мүмкіндік беретін керемет жылдамдық пен түсінікке ие болады. Немесе Саскенің емтихан кезіндегі Sharingan арқылы қарындаш қимылдарын сияқты нәрсені көшіру. Sharingan Саске Учиха заттарды тіпті жасушалық деңгейде де көре алады. Шайқаста бұл оларға жылымды қозғалатын заттарды көруге мүмкіндік береді. Ал Sharingan үшінші томоны оятқанда, олар жаудың көптеген қимылдарын оқи алады. Олар қарсыластың келесі қадамын бұлшықет кернеуіне сүйене отырып болжай алады және сәйкесінше соған сай қозғалады. Шабуылдан жалтару немесе ұстап алу. Sharingan'ның иесі мұның бәрін көре алатын болса да, оған визуалды ақпаратты алуға уақытында жауап беру үшін физикалық қабілеттер қажет. Анимеде жеткілікті жоғары шеберлікпен көз контактісі арқылы иесі тіпті оның естеліктерін оқу үшін мақсаттың санасына ене алатындығы көрсетілген. Пайдаланушы ниндзюцу, генджутсу немесе тайджутсу аймағында кез келген техниканы дерлік, дәлелдікпен есте сақтай отырып, көрген кез келген jutsuды көшіре алады. Мұндай көздің иесі техниканы қайталай алады, тіпті оны жетілдіре алады. Оны өз қажеттіліктеріне бейімдейді. Бұл Саске Учиханың мысалында Рок Лидің алғашқы лотосын сүйене өтіріп, ол өзінің арыстан комбинациясын қолданды. Гипноздың көзі пайдаланушы генджутсу қолдана алады. Бұл қабілеттің көптеген формалары мен мақсаттары бар болса да, олардың ішінде ең танымалы көздің жанасу арқылы мақсаттың ойлары мен әрекеттеріне әсер етуі. Осылайша қажетті ақпаратты ашуға немесе дұрыс әрекет етуге мәжбүрлеу. Ерекше жағдайларда Sharingan иесі жәбірленушінің денесін толығымен бағындырып, оны қолдануы қалаған нәрсені жасауға мәжбүр етуі мүмкін. Бұл бақылау көзбен анықталады. Өйткені Sharingan үлгісі мақсаттың көз алдында пайда болады. Учиха тоғыз құйрықты басқару арқылы осы қабілетті пайдаланған үшін танымал болды. Және іс жүзінде аңның чакрасын дәлірек бақылау үшін құйрықты немесе оның жеңшелегесін сана сезіміне ене алады. Осылайша көптеген мақсаттарды бақылауға алуға болады. Дегенмен пайдаланушының назары неғұрлым көп бөлінсе, бақылауға қарсы тұру оңайырақ болады.
Егер қабілет шешілмеген болса, шаринганның иесі болашақты көре алатындай көрінуі мүмкін. Біріншіден, пайдаланушы мұқият бақылау арқылы қарсыластың әрбір қимылын, мүмкін оның ойлары мен сөздерін тамаша көшіру керек. Содан кейін ол бұл әрекеттерді қарсыласына ұсынады. Мысалы, қарсылас пен шаринган иесі бұрыннан білетін техникаға арналған қолмен басып шығаруы және оны көшіруі. Егер бәрі ойдағыдай болса, онда пайдаланушы бұл әрекеттерді қарсыластың өзінен ертерек аяқтай алады. Егер мүмкін болса, оны шатастыру немесе ұстау үшін шаринган генжүсуді қолданылады. Жоғарыда аталған барлық қабілеттерден басқа, шаринганның иесі қолданылатын тағы екі әдіс бар. Изанаги. Оған қысқа уақыт ішінде шындықты иллюзияға айналдыру арқылы немесе керісінше бұрмалауға мүмкіндік береді. Осылайша өлімнен аулақ болып, тағдырын қайта жазады. Изанами. Жаудың өзінің барлық бес сезімін айналып өтіп, шексіз уақыт секіліне түсіреді және изанагиді теріс пайдаланғандар үшін жаза ретінде құрылған. Әр техниканы қолдану оны қолданған шаринганның соқырлығын тудырады. Сондықтан Учиха оларға кенжүтсу мәртебесін берді. Шаринганда, Мангекю шаринганды жақын адаммен айырылу арқылы дамытуға болады. Соның арқасында бұл көздің иелері шаринганның әдеттегі қабілеттерінен басқа әрқайсысына ғана тән әдістерді алады. Мангекю шаринганның оянуы, егер ол осы уақытта дайын болмаса, шаринганның автоматты түрде жетілуіне ықпал етеді. Мангекю шаринган қолдану пайдаланушыны біртіндеп соқырлыққа жақындатады. Бірақ егер сіз жақын туысқаныңыздан басқа Мангекю шаринган жобаны трансплантацияласаңыз, оны ешқашан өз жарығын жоғалтпайтын Мангекю шаринган алу үшін ағасы немесе әпкесі болса ғана мәңгілік шаринган ала алады. Шаринган сонымен қатар Индра чакрасы мен Ашура араласқан кезде риннеганға айнала алады. Осылайша Хагаромо Цуцугидің чакрасын алады. Мадара Учиханың екі шаринганы да Хаширама Сенджудің діңқысынан денесіне трансплантацияланған кейін бірнеше 10 жылдықта риннеганға айналды. Және Саске Учиханың сол жақ шаринганы Хагаромо Цуцугидің жарты чакрасын алғаннан кейін риннеганға айналды. Мадара көрсеткендей, риннеганның оянуы изанагиді қолдану нәтижесінде соқыр болып қалса, көздің көру қабілетін қайта қалпына келтіреді. Хагаромо риннеганы ерекше. Ол Мангекюні алғаннан кейін бірден оянды, сондықтан оны эволюция процесінде толығымен жауып тастады. Қызықты ақпараттар. Канжи рин. Сонымен қатар риннеган мен ринне шаринган атауларында қолданылады. Осылайша олардың өзара байланысы бар екенін көрсетеді. Нарутоны шығарған Кишимото шаринган иесі мен бьякуган иесінің балаларының әр көзінде бір шаринган мен бір бьякуган болатынын атап өтті. Анимеде Сасоридің жүздік армиясының екі қуыршағында шаринган болғанын көруге болады. Шаринган шын мәнінде ринне шаринган Кагуя Оцуцукиден шыққанымен ол бьякуганнан шыққан дегенде қауесет бар.